Ё-моё! Күн тез ататын болған ба? Или білмеймін бұл не болғанын ше. Түнде ұйқым қанбай жатыр бар ғой. Батя не істеп тұр? Огородтың ар жағына қарап. Огородта жоқ қойғырсын. Так. Күнделікті өзіміздің жұмысымызға кірісейік. Күнделікті сол бізде. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Так, бізде осыларды жинап алып, сосын орнына қайтадан сонда егіп қою. Так, бұлар жинап аламыз, сосын орнына егіп қоямыз. Бұл біздің күнделікті жұмыс. Бұл күнделікті жұмыстарымызды істеп тастаймыз, дағыны қар күріп тастаймыз. Уихиу. Қар емес, жер күреп жатырмын ғой мен. Сен, ой. Үйде жата бересің, жұмыс істесең кішкене ақша тауып дегендей. Бір шөптің артынан жүресің, құр кет бар. Үйге кіріп шай ішейін десең де осы ғой. Үйге кіріп жай шай ішейінші дедім ғой. Азанмен тұрғызады да, қуып жібереді, шай ішкізбейді, тамақ ішкізбейді. Жағдайыңды жасамайды бұл үй. Бір жағынан дұрыс па деп қоям. Ауылда өмір сүре беріп, жалпы бизнес, жалпы ақша деген нәрсенің есін білмейміз. Мысалы, кеше TikTok-тан көріп жатырмын, біреулер уже 1 миллион теңге уже ақша тауып жатыр екен. Жасы 17-те мысалы. Мен жасымда тоже 17-те. Мысалы, неге таппасқа? Неге жасамасқа мысалы да? Ауылда бірақ ондай жағдай да жоқ та, интернет те ұстамайды ғой, сорлы. Сол видеоны 1045-ке бөліп көрген соң ғой, қатып. Не істеуге болады, қалай барамыз, Ауыл байский жизньден шаршап кеттім ше. Қойшы, үйдегілер нан шайымды бермейді екен. Лучше магазинге барып, қарызға тамақ алып, жасап, сонымен жүрек жалғап, сонымен, короче, ми істейтін шығар деп отырмын енді. Көлім! Қалай жағдай? Бон. Бездельник. Жүре бермей жұмысқа кіріп алсам мен қосыма. Бірақ сен чортсың ғой. Күшің жетпейді шығар мұндай нәрсеге. Да, ну гүлбан. Бұлар маған сөйтіп сөйлейтін болам. Аға, көке, тәте, қалай жағдайлар? Кетші магазиннен, осыдан қарызға сұрап бермеймін. Тәте, мен вообще қарызға сұрауға кеп тұрған жоқпын. Қазір далаға шығып білейін. Бұлар датауы маған қарызға да бермейді ғой. Не қарайсың? Пұшылады содан. Не болып кетті? Өмірдің бәрі мынау қарызға бермейді, анау мазақ қылады мені. Папа үйде шай бермейді. Ошым не болды? Көтке кіру операция номер 1. Тәте. Не? Ошым, тәте маған қарызға анау бургеріңнен бер жіберсең, сосын ана жерден бір мохиттоңнан бер жіберсең, мен саған ертең айлық түскенде берем. Сенде қандай айлық, Андай айлықта кәдімгі айлық. Зыпы дейді ғой, зыпы. Зыпы да. Сен зыпың мен зыбысын уже жұғалар. Тәте, үйтіп қатты сөйлемеңіз енді, мен де бір үйдің баласы шығарым. Баста қатырбаш. Давай, Себастьян баш. Давай, жап магазин. Көтек, қара былай. Мына мен сен бар ғой, магазиніңмен бірге сатып алам да, құл қылып жұмсайтын болам мен сен осы жерде. Түсіндің ба? Пашал ты, Аузыңа байқап сөйле. Ертең көресің ғой, көтеліп кетейін, магазиніңмен бірге сатып алам да, құл қылып жұмсай мен сені. Көресіңдер ғой, көтектер. Құран Құры біздің үй жаққа жолама сен вообще. Мал, не істесем болады. Вообще, менде ақша да жоқ қой, қалаға баратын ше. Бізде 2 үй бар, соның біреуін сатайын ба? Мынау мысалы папам мен мамам тұратын үй, мынау біздің үй. Может, осын сатып бір білмеймін бар ғой, одан да бір оқып түсіп, бір байып кетіп қалада бір жақсы болады, солай байып кетіп жатсам. Байымай қадалып қалсам, бостан бос үйсіз қалам да, итак мына үйді
батям кредитке алып мау тірліктерімен в общем быт бас қатып кетті бар ғой, вообще бас істемей жатыр. Мә енді не істесем болады, ақша да жоқ қой. Хотя бы ана көкбаршы братанда жұмыс бар ма екен? Көкбаршы братандан сұрап көрейінші. Көкбаршы братанда жұмыс болу керек негізінде. Так, көкбаршы братанға барып қайтайын мен. Көкбаршы братанда жыбы жұмыс болады. Ассалаумағалейкум көкбаршы братан, қалай жағдайлар? Уағалейкумассалам, қалай жағдай ау? Жүрш нақа. Көке бір жұмысыңыздан керек еді, сол жұмыс іздеп келуім. Как раз мына шөптер таситын адам керек еді, жұмна. Осы мына шөптерді тасайсың. 40 изумруд берем мен саған, қолыңа. Сундукта бар. Братан болды ғой? Қашаннан бастайын? Ертеңнен бастаса, ертеңнен. Болды ғой братан? Ертең десең ертең, қазір десең қазір ғой братан. Мен жұмыстарым көп еді. Кетсең үйіңе. Сорлы бұлардың бәрі шелек қой шеттерінен. Ертең байып кетейін. Мынаны магазинімен, ананы ат қорасымен барлығын сатып аламын ол үшін. Бүгін айтпақшы, жұмысқа барады екенмін ғой мен. Не деген көңілді күйде ояндым десеңші. Короче, жұмысқа барам, тез жұмыс істеп тастайым. В общем, қалтама ақша салып құрайым қалаға. Сондық. Братан, ассалаумағалейкум. Жұмысқа келдің ба? В общем, мына іші бір тазалайсың. Мына шөптерді бәрін тазалам. Кірсең жанды ба, сыртта тұрғандыз? В общем, мына ішін бәрін тазалап қоятын бол, бәрі зың болсын. Түсіндің? Болды, братан. Ішін бәрін тазалап, жерін бәрін ауыстырып, анаяқта тұрған шөптер тұра берсін ба, братан? Тиіспей ақ қойшы сен оған. Болды, братан. Братан кет қапты. Так, аты келер. Бұлай тұра тұрсыңдар. Так. En айтқым келет ғарыштан, көктемді тамашалайық Юпитер мен Марстан. Мә уже қарда жауып кеткен бане. Мен де почти что біттім. Қашу, сорлы. Так, короче, осылай. Қазіргі интеллигентный, в общем, сондай әдемі суаратын суат да қойып жасақ қойды. В общем, мына ат шедау, мына шошқаны қайдам? Или шошқа шет ат қайдам ба? Главный, мен жұмысымды біттім. Ақшамды алайын. Себастьян бақпайдай. Қалаға кетем. Қалаға кетіп баратым, короче. Ақшам сақ қойайын. Қалаға кетем, короче, мен.